кәдімгідей антифриз шығып тұр мына да. Үшінші цилиндрда. Ренжіме повар ғой. Ягуар мотор 444. Соның үшінші цилиндрінде антифриз кілкіп тұрған. Соны енді свечасын алып тастап от алдырдым. Тазалап шығайын деп антифризді. Сөйтіп кішкене ғана от алдырдым, буквально білмеймін. 30 секунд па. Соның өзінде мынау тоқтайды ма десем, әлі тоқтамайды ғой. Өшіріп қойдым, қанша болды уақыт. Әлі шығып жатыр, антифриздің. Ассаламалейкум жігіттер. Мерс 221, 273 мотор. 4-ші цилиндрінде антифриз кеткен. Так, енді қараңдар. Так, міне ізі қап-қара болып кеткен. Никосилге антифриз. Мына жері прокладканың немесі, головка мен цилиндрдің ортасы. Сол жерден міне кеткен антифриз, іздері тұр. Енді поршын жуылып шайылып газ көрсетем. Так, поршын бізге прямой керек камера. Енді қараңдар. Бұлай поршынды қарасаңдар, жартысының немесі нагары бар, поршынның жартысының нагары жоқ. Оны не деген сөз? Антифриз жібітіп нагарды құлшетілге айдап жүрген. Қалған поршындардың бәрі нагарда тұр. Именно ана 4-ші цилиндрде прокладка кеткен. Прокладкасы кеткен. Так что міне қараңдар. Анау дегенде жандағы ана ізі тұр, қап-қара болып Никосилде антифриздың ізі. Ұзыннан тұр.